Ассалаумағалейкум баршаңызға, арнаға қош келдіңіздер. Тақырыпты бастаудан бұрын арнаға тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар. Аустралиялық зерттеушілер Қытайдың Шинжаң өлкесінде лагерлер саны артқанын анықтап отыр. Бұған дейін Пекин Шинжаңдағы тәрбиелеу орталықтарында ұйғырлар, қазақтар және басқа да мұсылмандар қалмады деп мәлімдеме жасаған еді. Аустралия стратегиялық саясат институтының 24 қыркүйекте жариялаған зерттеуінде Қытайдың Шинжаң өлкесіндегі мұсылмандарды қамаған лагерлердің 40%-ға артқанын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше Қытай билігі 2017 жылдан бері Шинжаңда 1 миллионнан астам ұйғыр, қазақ және басқа да мұсылмандарды қамаған. Қытай билігі Шинжаңдағы қайта тәрбиелеу орталықтардағы адамдардың бәрін шыққанын айтқан еді. Шинжаңдағы орталықта отырып шыққан қазақтар, ұйғырлар ол жерді лагерь мен түрмеге теңеуде, қорлық көріп азапталуларын айтып шағым түсірді. Спутник суреттерін, куәгерлердің сөзін, медиа ақпараттарын және ресми тендер құжаттарын пайдалану арқылы Шинжаңнан 380-нен аса лагерге ұқсас ғимаратта анықталған. 2019 жылдың шілдесінен 2020 жылы шілдеге дейін Шинжаңда кем дегенде 61 лагер жаңадан салынған. 2020 жылы әлі 14-тен аса лагер салынып жатыр. Институт Шинжаңдағы 380 лагерді күзет деңгейіне байланысты 4 деңгейге бөлген. 1-2 деңгейге күзетті орташа саяси оқытуға арналған орталықтар енген. Ал 3-4 деңгейге түрмеге ұқсас күзеті қатаң орталықтар кірген. 1-2 деңгейге енетін 70 шақты орталықта өзгергендіктен жабылғандықтан қоршаулары алынған. Бірақ 3-4 деңгейдегі түрмеге ұқсас орталықтар қайта жаңартылып, тармақтала бастаған. Қалайық, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің арнаға тіркеліп, бөлісіп, пікір қалдырғаныңыздар біз үшін үлкен қолдау. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.